Сәлем достар, бүгін сіздермен жүрекше тоқуды үйренетін боламыз. Ол үшін кез келген жіппен осылай сұқ саусаққа бір, екіншісін үстінен орап өтеміз. Енді номері 3-ші крючокпен тоқып жатырмын. Крючокты алып, астыңғы біріншісінің астынан өтеміз, екіншісін іліп шығамыз. Енді саусағымыздан шығарамыз. Мынау рабочий жіпті, жұмыс жібін іліп, воздушный петля жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді екі крючокты бір рет, екі рет ораймыз. Бұл снакида, екі снакидамен деп айтылады. Кольцоға кіргізіп, тағы да ілеміз. Енді екеуін бір рет, тағы да екеуін бір рет өткіземіз. Тағы да екеуін бір рет өткіземіз. Осылайша 3 рет тоқимыз. Тағы да бір, екі рет ораймыз. Кольцоға кіргіземіз. Іліп алып, бір рет өткізіп аламыз. Екі накидан екі рет өткізіп аламыз. Және 3-ші рет өткіземіз. Бізде снакидамен, екі снакидамен, двух снакидамен тоқыдық. Тағы да біреу, екі рет ораймыз. Кольцомызға кіргіземіз. Крючокпен жіпті іліп алып, бір рет өткіземіз, екі рет өткіземіз, және 3 рет өткіземіз. Енді бізге снакидамен, бір снакидамен тоқимыз. Бір рет ораймыз енді. Дәл осылай 3 рет жасайтын боламыз. Бір снакидамен тоққанда 2 рет осылай іліп өтеміз. Енді тағы да кольцомыздан жіпті крючокқа бір рет снакида өткізіп, бір рет іліп аламыз. Бір рет, екі рет. Тағы да бір рет кольцоға кіргізіп, жіп іліп аламыз. Бір рет, екі рет. Енді бір воздушный петля тоқимыз. Енді снакида, двух снакидамен 2 рет орап тоқитын боламыз. Кольцомызға кіргіземіз. Алдында 2 накидамен тоқыдық қой. Дәл солай 3 рет іліп тоқып шығамыз. 1 рет, 3 рет. Бір воздушный петля тоқып аламыз. Қайтадан бізге снакида, бір снакидамен тоқимыз. 1 рет, 2 рет. Тағы да 1 рет ораймыз. Осылай. 1 рет, 2 рет. Тағы да 1 рет. Снакида 1 рет тоқимыз. 1 рет, 2 рет. Біз 3 рет жасадық. Снакида, бір снакидамен 3 рет жасадық. Енді біз екі снакидамен, двух накидамен, яғни 2 накидамен 3 рет тоқитын боламыз. 1 рет, 2 рет орап аламыз крючокты, кольцоға кіргізіп,
жіпті іліп алып, бір рет, екі рет, және үш рет өткіземіз. Тағы да екі рет орап аламыз снакиді. Бір рет, екі рет, және үш рет. Тағы да осы процесті тағы да қайталаймыз. Бір рет, екі рет, және үш рет. Енді үш воздушная петля тоқимыз. Үш воздушная петля тоқып, мына жіпті тартамыз, бекітеміз. Тартып бекіттік. Енді үш воздушная петля тоқып алдық. Оны соединительный қылып бекітетін боламыз. Ортаға кіргізіп аламыз. Соединительный петелька тоқып, мінекей, бізде осындай жүрекше пайда болды. Сіздерге осындай мастер-класстар ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, қолдап жіберіңіздер. Келесі видеода кездескенше.